Бір заманда байдалардың бірін мекендеген Аңқау деген бір жігіт болыпты. Өзі шықшан, адамның жаман пікірні сеніңкер, өзгесіне өте сенімшіл екен. Сол жақта қаз көргінспен жүрген, айласын жасыра білетін құй түлкіде өмір сүріпті. Бір күні Аңқау орманда жүріп тамағын іздеп жүрген түлкіге кездесіп қалды. Түлкі жымайып, бетін азайра достық сөйлемен сөйлей бастады. «Қалай ағайын? Бұл жерде жалғыз жүріп не іздеп жүрсің?» Аңқау жүзіне риза болып таң қарап, «Ашығымын, тамақ іздеп жүрмін. Бірақ орманда оңай еңбек таппаймыз», деп шындықпен бөлішті. Түлкі сол сәтті пайдаланып, әңгіме бастауды абзал болатынын біледі. Ол даусын жылы қылды. «Менде бір жасырын жері бар, сөйлесек сені сол жерге алып барамын. Ол жерде толық тамақ, жұрт жете бермейтін байлық бар», деп қызықтырды. Аңқау тағы да сеніп қалды. Екеуі орманды кесіп өтіп түлкінің айтып жатқан қазыналы орнына барды. Бірақ ол жер қамалып қалатын тары ескі аула болып шықты. Түлкі балтаға жетті, есікті шырт жапты да Аңқауды сол жерде қалдырды. Ішінде Аңқау жылап, бір сөз айта алмай, енді не болатынын түсінелмей қалады. Ол үзлікпен сөйлеп жіберді. «Ей, түлкі, мен сенімен дос боламын деп ойлаған едім. Не үшін алдап қамап қойдың?» Сырттан түлкінің дауысы естілді. «Сен аңқаулардың басысың. Сенім артатын адам өзі ұл танымайтын кәсіпкер. Ойлап сөйле, адамның сөзіне қарамай ақылмен бағала», деп жауап берді. Бірнеше сағат өтіп, қамалдан шығып кететін жол тауылмайды. Бірақ бір қарт ауыл адам келіп, қапаны ашыпты. Аңқау риза болып, «Рахмет сізге аға. Енді мен еске сақтап жүремін. Сөзге емес, іске қарау керек екен деп түзелдім», деді. Сол күннен бастап Аңқау аңқаймай, ақылды болып өмір сүрді. Ал түлкі болса, бір-ақ күннен соң ауылдағы балалардың ойыншығы болып, ормандағы қайсарлықты қойды дейді. Ертеңнің тағылымы ақыл, алдап сөйлегенге емес, іспен көрсеткенге сен. Аңқау сөзден тағылым алып, ақылмен жүрді. Түлкі болса, күлкі болар оқиға болып қалды. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.